Адамдар жаңа жыл мен жазды асыға күтеді. Бірақ біз келмесе екен дейміз. Себебі ол кезде сессия басталады. Түнімен ұйықтамадық қой. Емтихан қалай болады екен? Бүгін мамам келатыр. Күтіп алу керек. Заодно емтиханнан кейін мамаммен бірге ауылға қайтып кететін шығармын. Айтпақшы, ұмытып кетейін деген екен. Мамамның туған күні болды ғой. Соған ақылдасып бірдеңе сыйлау керек еді. Иә? Бүгін торт жейміз десе? Айтпақшы, сессияға қалай дайындап аласыңдар? Мен футараштардан шпор сатып алдым. Мынаның екі жағына екі қалта тіктірттім. Осымен кіретін шығармын. Мен атаның қасына отыра салатын шығармын да. Смело. Оқи берсей. Бірдеңе жейсің бе? Не істеп жүрсің, Моңғол? Сендерді қорықтан пранк жасаймын деп түнде тығылып қалған мынаның ішіне. Пранк не удался болды, короче. Үстіңе не киіп алғансың? Абылай братан берген ғой, ертең военный кафедра болатын, жағасын ақ жаға тігіп қой деп. Соны тігіп отырмын іште. Былай, бірақ жарасады екен өзіңе. Жарса ма? Иә. Тема ғой, тема деп қоясың ғой. Жүсіп, бергел Жүсіп деп қоясың. Зік еткізген деп қоясың. Қолымды жібереді. Актерсің е, Моңғол, Бергесі Моңғол, видеоға түсіріп алайын да сен. Бер тұр. Оңға ұрыл! Солға ұрыл! Көтік шығар! Ташаңды шығар! Екеуі бірдей шығар! Шықпайды! Шығарасын бұны, әпшеға дейін шығарны! Оңға ұрыл! Оңға ұрыл, набайып! Оңға ұрыл! Мынаны WhatsApp-та группаға жіберім. Адны сал жүргенде тарат жібермеші. Өзіміздің балдардың группасына жіберім. Білем ғой мен өзіміздің балдарды. Ертең интернетте жүреміз одан кейін. Тарат жүреді бүкіл жерге. Қайта жақсы емес пе өзіңе? Ертең танымал боласың, сосын сол блогерлар құсап тегін суши пицца жеп отырасың өзің. Иә? Жақсы болды деген. Жібере берім. Айтпақшы, бүгін екі қызбен кездесетін еме. Сессияға дейін біреумен, сессиядан кейін біреумен. Кайф па? Яп, твою мать! Мына жерге кім мұрмығын жақып кеткен, Қозы сен ба? Қумаш, өзімдікін өзіме жағат шығарым, сенкіне жақпаймын ғой. Яп, твою мать! Ата, сен ба жаққан, мұрмығы жаққан сенен көрушім? Маш. Яп, твою мать! Мынау қатып қалған ғой ше. Не бар мынаны сүртетін, жібітетін? Шкафтың үстінде влажный салфетка бар, соны алсай. Чотан барлығы нормаль ма? Моңғол, танкінің кілті қайда? Сөйле, Панзер деп жазып, новыйын сүріп аласашы. Моңғол, есің жоғалтып алған жоқсы ма, барлық жақсы ма? Мен кредитке алып, кредитін төлей алмай, черный списке кетіп қалған. Телефоным қайда? Сен наличка алдым деп едің ғой? Өтірік еттім сендерге. Кредитке алған оны. Маған не болған? Айтпақшы, сендерге оқуымның ақшасына 10 000 теңге жетпей тұр деп ғой. Соны бүгін беріп қоясыңдар ма жинап? Кешке қызыммен киноға баратын едім. Чоғза қыз? Сонда бізге өтірік айттың ба? Айтып тұрмын ғой енді. 10 000 теңге жинап берсеңдер, қызыммен киноға барып қайтайын. Өтірік айта алмай, тек шындығын айтатын болып қалған ба? Мен бір рет жайып қойған іш киімді сен ба киіп алған? Оларды менікіне қатты ұқсайды екен деп өзім киіп кеттім. Моңғол, сен бұрын районда бірінші атаман болдым, қатты жүргем деуші едің ғой? Лох болғам ғой мен. Қатты жүрмегем. Қатты жүгіретін, жұмсар жіберетін тұғым мен. Бүгін сессияға апайлардың өзіне жалмаңдап әйтеуір бірдеңе қып жабатын еді ғой. Енді не істейтін ол? Не істеймін? Шындықты айтам да апайларға. Бұрын апайға, апай сіз мен мамама қатты ұқсайсыз
өтірік айтатын тұғым, негізі ол біздің папаға қатты ұқсайды. Спиртнойға жақын, коньяк, вино апарып берсең бағаңды қойып беретін тұғым. Біздің еліміздегі бүкіл болып жатқан проблемаларға негізі өзіміз кінәліміз ғой. Үйде жатып алып, анау жаман, мынау жаман дей береміз. Осының бәрін ертең айтам. Не істейміз мынаны? Басына тағы бірдеңемен ұрып орнына келтіреміз ба? Мүмкін уақытша шығар. Уақытша шығар. Уақыт. Жеге, бір сағаттан сессия басталады ғой уже. Тездетіп шыға берейік. Сендер шыға беріңдер. Мен сендерден тығып қойған сэндвичім мен сушинеңді ішіп алып арттарынан шығам. Сонда бізден крысовать етіп жүрсің ба сен? Иногда. Не істейміз, шыға береміз ба? Маңғыл киімді ауыстыр, болды жиналайық, кеттік. Тұрғызайықшы. Ей, Моңғол, сен кеше кешіп келгенде, ой, тәте сізге шоколад әкеп беремін дегенің қайда? Соған сен қалдыңыз ба не? Өтірік, пере салдым ғой мен. Жеп қағасқа. Жоқ ешқандай шоколад. Ақшам жоқ әпереді. Ей, Моңғол, осыдан тағы кешіп келерсің. Сол кезде дала қонасың, көресің. Апа, мен қазір сессияға кетіп баратын. Сессиядан келгеннен кейін ауылға кетем. Ауылдан келем дегенше ұмытып кетесіз оны сіз. Жан, білесің ба? Мен сені күніне 2 рет ойлаймын. Көзіңді ашқанда жұмғанда ма? Жоқ, есіңе түсіп кететін кездер болады ғой. Тамақ ішіп отқанда, или телефон шықлап отқанда. Бірақ сенің сұлулығыңа таң қалам бар. Қарасам, көзім тоймайды осы. Нанмен же далбойып тоясың. Бұл Моңғол менің жан досым. Құмаш, жан досым демей-ақ қойшы. Мынау таза жылау қой, білесің ба? Комнатада зарядчигіне жылайды ғой. Зарядчигін басына лакпен сы деп жазып қойған ғой, да тоже жылау. Әзілді өлтіреді, сквечик қой. Осы ма бүгінгі бірінші қызың кездесіп жатқан? Бірінші қызың нормально екен. Қазір екіншісін көрейік, сосын салыстырамыз ғой. Түсінбедім. Түсінбедім дегенде, жаңа Суле айтқан тұғым маған, емтиханға дейін бір қызбен жолғам, емтиханнан кейін тағы бір қызыммен жолғам деді да. Сол өз қыздармен көп жүреді. Есімің кім? Мен есімім Сәуле. Сәуле, сонда сенің қанша қызың бар? Суле негізі 3 қызы бар ғой. Үйті ол Сәуле дейтін 3 қыз бар. Одан бөлек Айдана, Гаухар, Марал, Айсұлу дейтін қыздар жетеді. Сәуле, сен оңбаған екенсің ғой. Жексұрын. Жан, тоқташ, бұның сөздеріне мән берме. Бұл жынды. Жынды деген қағазы бар бұның вообще. Сонда сен менен басқа ешкім сүймейсің ғой? Жоқ, конечно, сенен басқа ешкім сүймеймін. Сен менің барымсың, ал мен сенің барым меніңмін. Жарайды, онда сәттілік. Оқудан кейін кездесерміз. Давай. Қуасың ба? Не істедің енді? Ашкөздік, қанағатсыздық деген нәрсе жол беруге болмайды. Оның түбі тоқырау. Нас деген дұрыс емес болды сен. Менікі дұрыс, сенікі дұрыс емес болды. Қанша қызың тағдырмен ойнап жүрсің ғой? Тағдырмен ойнап жүрген жоқ, мен бәрін жақсы көрем, шын сүйем бәрін. Жақсы көрем. Жүр сабаққа. Телефондарыңды беззвукаға қойып, мен столыма алып келіңдер. Кімді шпормен ұстап аламын, соны аудиториядан шығарып жіберем. Түсінікті ме? Кешіріңіз апай, кешіп қалдық сәл. Қақта жүрсіңдер кешігіп? Апай Суля ғой. Бүгін 2 қызбен кездесем деді да, біреумен кездесіп болып, екіншісімен әңгімелесіп тұрып қалды жаңа. Я, кіріңдер тез. Ата қалайсың? Сендер жазып отыра беріңдер, мен бір жерге барып келем. Ой, апай, өтірік айтып жатсыз ғой. Қазір бізді шпор қолданывасын деп жатсыз ғой, есіктің сыртына шығып, тұрасыз ғой бізді күтіп. Қандай шпор? Кім шпор пайдаланып жатқан? Ой, мына жерде бәрінде шпор бар ғой. Қозының ішкі қалтасында шпоры бар, түнімен тікті. Одан кейін Суляның шпоры ата деген сияқты ғой, апай. Сен өзі дым өтірік айтпайтын честный студент екенсің, е? Молодец. Апай, сізде егер пара алмасаңыз, сізде честный мұғалімсіз ғой? Моңғолдың бүгінгі әрекеттері ауылда ауырып қалған кезде әжемнің жаққан құйрық майы сияқты әсер етті. Ыңғайсыз, бірақ ел үшін өте пайдалы. Моңғол басың істей ма? Неге ұстап бердің жа барлығымызды? Енді өздерің ғой шпор қолданып отқан. Оқу үшін келген жоқсың ама бұл жаққа? Оқу үшін келдік. Өзің аяқ дайындалмадың енді? Мен вот именно оқу үшін келген жоқпын ғой бұл жаққа. Балым жетіп тұрғаннан кейін түсе салған адаммын ғой неқы. Ой, бопты. Қазір мамам кеп қалды, уж барлығымыз бар. Күтіп алайық, Сендер бара беріңдер. Мен осында аламын. Все, давай.
Yo, мамамге қанша қайсы? Мама, туғаныңыз бен, қош келдіңіз. Қайсыз, амансыз ба? Ой, жаным, рахмет, несіне әуре болып жүрсің? Өзім студентсің. Саламатсыз ба? Қоз сізді жақында 40-қа толып жауап жас деп отыр еді. Кәрі келсіз ғой кәдімгідей. Саламатсыз, туған күніңізбен. Рахмет, қалай балалар? Қарындарың ашып жүрген жоқ па? Жоқ, мама, барлығы жақсы ғой. Қарын тоқ, уайым қайғы жоқ қойш. Ойбай, қарнымыз аш. Еще балаңыз жаңа шпормен ұсталып қалды универде. Сізге гүл алам деді да, телефон ломбардқа өткізіп, содан бір 2-3 мың теңге қалды ғой. Тамақ шекті соған. Бізде моңғол осындай әзіл қой бала ғой, сіз арасында өзі әзілдеп тұратын бар. Ой, балам-ай, телефоның неғып ломбардқа өткізіп жүрсің? Қарның аш жүрмесін деп едім ғой. Анада ақша салып жіберіп едік. Қайда жібердің оларды? Сол ақша бүкіл магазиндегі қарыздарды жаптық, бір пачка темекі алдық, Иса братандарға бүкіл ақшаларын бердік, 5 теңгеге бет автоматқа сап көрдік қой. Еше атпай қаламыз ғой. Моңғол, барашка, өзіміз тауып аламыз сен, Шынымен бірақ. Бараш? Ата, бар такси тоқтатшы. Давай. Өздеріңіз қалайсыздар? Үйдегілер қалай, жақсы ма барлығы? Оқуың қалай? Оқу жақсы Денсаулығың қалай? жақсы барлығы. Жан, білесің ба, мен сені күніне 2 рет ойлаймын. Көзіңді ашып, үй жұмғанда ма? Көрдің ба? Сен экзаменге дейінгі кездесетін қызсың, ал Айжан экзаменнен кейінгі қызы. Соля, моңғол емес, мен екеуін қойшын саған сеніп жүрген. Просто жындың Сандраға келеді деген ғой, сол екеуі кек қап тұр ғой, көрдің ба? Тоқтаңдаршы, не болып жатыр? Мен саған түсіндіріп берем, қазір барлығын күте тұршы. Моңғол, неғып киіп ала бердің, 2 жастың ортасына есі кеткен сөйт деп. Сендер үшеусіңдер ғой. Айжан, Сәуле. Бәрін құрттың әне. Маған. Кешке барлығымызды Иса ресторанға жинап атыр. Походу, соңғы күн болғанға ғой. Жақсы мама, кешке өтем ғой тәтемдердікіне, общагадан заттарымды жинап келем мен барып. Жарайды балам, абайлап жүрші. Сіз таксигеден шығарып салайын. Кезінде осы магазиннен көніге заттарды ұрлайтын тұғымыз ғой жерлерден ше. Саламатсыз тәте, қалайсыз? Мен одастағым әлі жатырмын, тастайсаңыз, новыйын жасатып алған мен уже. Не, моңғол, қарызыңды қашан төлейсің? Қарыз төлегенде кеше дос баламдан кредит төлеймін деп 10 мың сұрап алғанмын, соның 3 мың теңгесі бар. Бергім кеп тұрған жоқ, бірақ ше. Төлеймін деп ұмыттырып жіберемін ғой сізге. Жігіттер, аман есен сессияларыңды аяқтап, үйлеріңе қайтып баратсыңдар. Надеюсь, ешкімнің маған обидасы жоқ шығар. Жоқ ғой, братан, бар ғой. Обида деген дофига ғой, мына жерге тұр ғой, жиналып қалған ғой. Оппа. Қош? Моңғолдың маған обидасы бар екен. Тыңдайық. Братан, по идее бар ғой, сендер бізді ұрғаннан кейін ғана сыйлаймыз да, ата сені алып тастаймын деп жүрген перваштар жетеді бізде. Еще сен 4-ші курсты бітірген кезде, сол күні барып көтіңді айырып кетемін деп өзім алдыма мақсат қойдым. Қош. Сондай ниеттемін да енді, ниеттеніп қойдым сөйтіп. Кім ол мен паразам алып тастағысы жүрген? Қозы күніге комнатада айтады, по идее паразым алып тастаймын ғой саған дейді ғой. Может, Суледі алып тастайды шығар? Жоқ, Суля ондай төбелеске жоқ қой. Ол бірақ сен қызың жақсы көреді, кәдімгі ұнатады. Жүріп алсам ба деп жүрген алдым. Оппа, қозычок мой. Қозы, паразам алып тастайсың ба не? Жоқ, братан, қайда қалып тастам. Моңғолды білесің, айта береді ғой. Сенші, Суля. Қызым тартып аласың ба не? Жоқ, братан, сенің қызың маған даже ұнамайды. Қалай ұнамайды? Қызымды әдемі істеген келіп тұр ма не? Жоқ, әдемісіне әдемі ғой, фигурасы, мощный. Просто бізге қарамайды деп атқан ғой. Тойларыңа шақырсаңдар барамыз ғой, братан. Өтірік айтып тұрсың. Жақсы көресің, айтса жақсы көремін деп. Жоқ, айта беретін мән бермей ақ қой, братан. Так, получается, моңғол бізде өтірік айтады да, жігіттер?
Жоқ ғой, братан, мен өтірік айтпаймын, мен еркекпін ғой мен. Еркек деген өтірік айтпайды ғой, мен бір-ақ рет сөйлеймін ғой. Моңғол. Еркексің ба, стукачсың ба? Еркекпіз ғой, братан. Еркек шалбар киіп алғанбыз ғой, бір-ақ рет сөйлейміз ғой. Уверенсің ба өзіңе? Увереніміз ғой, братан. Точно ма? Точно, братан. Өтірік. Моңғол. Барлығы жақсы ма? Барлығы жақсы ма деймін? Плотно ғой. Мен жуып қойған іш киімдерімді сен ба киіп алған? Жоқ ғой. Менің іш киімдерім просто сенікіне ұқсайды. Жеге 10 мың теңге жинап қойыңдаршы демем ғой, кредитін төлеймін деп. Не алдыңдар? Өзіміздің моңғол оңалды ғой. Өзіміздің моңғол емес. 3333 теңгеден шығарсаңдар 10 мың теңге болып тұр ғой. Осымен алғашқы семестріміз аяқталды. Ең аяулы арманым, айды құшар бар ма күн, басқа бақыт алмадым, атса бірге таңда. Бір семестр біреу үшін 6 ай, біреу үшін жай ғана оқу мерзімі, ал біреу үшін дипломға жетер жолдың қысқаруы. Соққан жүрегім, сен соққандай жүрегім, сенсіз қалай күлемін, сенсіз қалай жүремін. Жүрегімде біледің, білген екен жүрегім, көңілімде жүрегім. Бір семестр біреу үшін жай ғана сөз. Ал біз үшін бір семестр, бір ғұмырлық достар, бір ғұмыр азық болатын өмірлік сабақтар, бір ғұмыр естен кетпес естеліктер және 6 ай аштық. Ең қызығы бұл әлі бастамасы. Ақ гүлімнің елігім, ең ғажайып елігім, сеніміме берігім. Көрген гүлім көрігім, сен сүйкімді серігім, дәл өзіңдей өрігім, сүй аладым менікім. Сенде соққан жүрегім, сен соққандай жүрегім.